Сәлем достар, менің ас үйіме қош келдіңіздер. Біз бүгін үй жағдайында өте оңай және үйдегі бар заттардан жасалатын пикник салатын әзірлейтін боламыз. Ол үшін осындай 40 қабатымызды алып, осылай майдалап турап аламыз. Ұзынша етіп, одан кейін қиярымызды алып, оны да дөңгелек етіп, жақсылап турап алатын боламыз. Бұл салатты күнделікті кешкі асқа жасасаңыздар болады. Яғни өте тойымды және үйдегі бар заттардан жасалады. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай, қиярымыздың барлығын дөңгелек етіп турап алдық. Енді піскен жұмыртқамызды алып, сарысы мен ағын екіге бөліп аламыз. Яғни ағын алып, оны да солонка етіп турап алатын боламыз. Енді міне оның үстіне ас көгімізді алып, оны да майдалап турап алып, үстіне салатын боламыз. Енді өздеріңіз көріп тұрғандай, жаңағы жұмыртқамыздың сарысын бөліп алдық. Осы сарысының үстіне майонезімізді құйып, оны тұзымызды салып, жақсылап араластырамыз. Достар, менің жасап жатқан салатым сіздерге ұнап жатса, міндетті түрде менің YouTube каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар. Достар, бұл салаттың үстіне 2 дана сарымсағымызды алып, өткіштен майдалап өткізіп, қосып жіберсеңіздер, ерекше дәм беретін болады. Мен бүгін үйдегілер қаламайтындықтан қосқан жоқпын. Сіздер міндетті түрде қосып көріңіздер. Дәмі өте ерекше болып шығатын болады. Енді міне барлығын турап болдық. Енді бұны жақсылап араластырып алатын боламыз. Достар, бүгінгі міне жасаған салатымыз дайын болды. Сіздер де жасап көріңіздер. Барлықтарыңызға ас болсын.